Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Ленгер қаласындамыз, балалар үйіндеміз. И біз оларға кішкене болсын қуанту үшін оларға альпинг өрт беретін боламыз. Кеттік. Аңгекеш аңда қараусыз, қалдырмаушы дау баласын. Жетімнің көзі жас екен, одан да дамы ащы екен. Әкенің озба жүрегі, ананың бауыры тас бекен. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанарда. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Жалғанда жалғанда анадан жақын жан бар ма? Арманды мекен анасы, жанында жүрген жандарда. Аңсатқан жанға жетем деп, жетімдер үйінде мекендеп, қарайлап жүр ау анасын. Қайтып бір келер мекендеп, аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанарда. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Күнәсіз туған балалар. Маған осы видеоны түсірген өте қатты ұнады. Мен өзім бір басқаша сезініп қалдым. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Балдарды кішкентай болсын риза қылды. Мен енді осындай видеоларды түсірейін ба, түсірмейін ба, айтып кетіңіздер. Және подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай видеолар шықсын десеңіздер, ұмытпаңыздар. Лайк басып, подписаться етіп, комментарийға осындайларды жазып кетіңдер. Сау болыңыздар.